Сәлем достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл пирогтың басқа пирогтардан өзгешелігі, көріп тұрғандарыңыздай, ортасына осындай начинка салынады. Ол ерекше дәм береді. Ең бірінші ыдысқа осындай менде жылас, бұның орнына клубника, басқа да нелерді, ягодтарды қолдансаңыздар болады. Оның үстіне аздап қант және де кукуруз крахмалын қосып, отқа қойып, қайнағанға дейін апарамыз. Асты күйіп кетпес үшін осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Міне біздің жыласымыз қайнауға дайын, қайнағанға дейінгі состояниеге келді. Енді оттың астын өшіріп, бөлек алып суытамыз. Сәл суығаннан кейін ортасында таяқшаларын алып тастап, блендердің көмегімен жақсылап майдалап езіп аламыз. Одан соң кондитерлік мешокқа құйып, аузын жауып, холодильникке қоя тұрамыз 10-15 минутқа. Бұл бізде жемістен жасалған пюре болатын. Енді біз творожный сырдан жасалатын пюрені дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа творожный сыр, және де крахмал, кукуруз крахмалы, және де қант ұнтағын саламыз. Осы дайын болған массаның үстіне бір жұмыртқаны салып, блендермен жақсылап езіп, пюре дайындайтын боламыз. Бұл массамызды да кондитерлік мешокқа құйып, холодильникке қойып қоямыз, біздің бисквитіміз дайын болғанша. Алдын ала құрғақ ингредиенттерді біріктіретін боламыз. Ол үшін ұнға қопсытқыш және де ас содасын салып, екеуін жақсылап араластырып, бөлек қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа бір жұмыртқа және де аздап қант, одан кейін кефир және де күнбағыс майын құйып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салған соң, миксерді бірден қоспағандарыңыз дұрыс. Тағы да жақсылап, миксерді қоспай араластырып аламыз. Одан кейін барып миксерді қосамыз. Себебі бірден миксерді қоссаңыздар, ұн қатты шашырап, шет-шетін барлығы бүлінеді. Дәл осылай, ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып, араластыратын боламыз. Осындай қоюлықта біздің бисквитті қамырымыз дайын болды. Енді өзіміз салатын формамыздың шет-шетін күнбағыс майымен майлап аламыз. Одан кейін осы ыдысымызға жаңағы дайын болған қамырымызды саламыз. Бір тегіс болу үшін осылай столға бірнеше рет қағып алсаңыздар да болады. Енді осы бисквитті қамырдың үстіне жаңағы дайындап алған біздің начинкаларымызды әдемілеп құйып шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп құйып шықсаңыздар болады. Барлығын құйып болған соң, осындай шпажкидің көмегімен жақсылап бір-біріне осылай узорларды келтіріп, араластырып шығамыз десек те болады. Одан соң 180 градуста қызып тұрған духовкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді шет-шетін пышақтың көмегімен осылай кесіп, ыдыстан формасынан босатып аламыз, және де қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.